Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Касенова Айгүл Тұракановна. Сендермен математика пәнінің 8-ші аптасының 2-ші сабағын ұсынамын. Сабағымызды сәйкестендіру арқылы бастаймыз. Bir жылда қанша ай бар? Bir айда неше апта бар? Аптада неше күн бар? Bir жылда неше mezgil бар? Tapsırmalarımızı tekserip көрейік. Bir жылда 12 ay бар. Bir ayda 4 hafta var. Haftada 7 gün var. Bir жылда 4 mezgil var. Түрлі түсті жапырақтар әдісі арқылы өзімізді бағалап жіберейік. Егер тапсырмаларың толық орындалған болса, жасыл түспен бояйсыңдар. Егер тапсырмаларында 1-2 қате кеткен болса, сары түспен бояйсыңдар. Егер тапсырмаларында көп қате кеткен жағдайда қызыл түспен бояйсыңдар. Бейне көріністі көрейік. Құрметті оқушы, сенде бір ғана апельсин бар. Сен оны өзіңнің көршіңмен тең бөлісуің керек. Ол үшін сен не істейсің? Иә, дұрыс. Сен апельсинді тең 2 бөлікке бөлесің. Ал бұл бөліктердің математикада қалай аталатынын білгің келе ме? Бүгін сен алғаш рет үлес және жай бөлшектердің оқылуы, жазылуы және салыстыруымен танысасың. Егер тұтасты бірдей бөліктерге бөлсек, мұндай бөліктер математикада үлес деп аталады. Үлес бұл бүтіннің тең бөліктерінің бірі. Егер бір бүтін апельсинді 2 бөлікке бөлсе, оның бір бөлігі 2-ден 1 деп аталады. Егер 4 бөлікке бөлсе, оның бір бөлігі 4-ден 1 деп аталады. Егер 8 бөлікке бөлсе, оның бір бөлігі 8-ден 1 деп аталады. Үлестер тең бөліктер болғандықтан, үлес дегенді бөлік деп те атайды. Бір бүтіннің 2-ден 1 бөлігі жарты деп аталса, 4-ден 1 бөлігі ширек деп аталады. Берілген үлестерді оқып көрейік. Алдымен әр дөңгелек қанша бөлікке бөлінген тауып көр. Боялған бөліктерді бөлшек түрінде жаз. Өзіңді тексер. Ойланайық, бөлшектерді қалай салыстыруға болады? Алымдары бірдей, 2 бөлшектің қайсысының бөлімі кіші болса, сол бөлшек артық болады. Суретке қарайық, онда 6 бөлікке бөлінген шеңбердегі 2 бөлік, 4 бөлікке бөлінген шеңбердегі 2 бөліктен кіші екені анық көрінеді. Бөлімдері бірдей 2 бөлшектің қайсысының алым үлкен болса, сол бөлшек артық болады. Суретті қарап, бөлшектердің қайсысы артық екенін көруге болады. Енді бөлшектерді салыстырып көрейік. Өзіңді тексер. Бөлімдері әртүрлі жай бөлшектерді салыстыра аласың ба? Келесі тапсырманы орындайық. Теңсіздік дұрыс болу үшін тиісті санды тауып, бөлшекті салыстыр. Бөлімі мен алымы әртүрлі жай бөлшектерді графикалық тәсіл арқылы да салыстыруға болады. Мысалы, алынған кесіндінің 8-ден 3 бөлігін белгілеу үшін кесіндіні тең 8 бөлікке бөліп, одан 8 бөлікті ал. Дәл сондай кесіндінің 4-тен 1 бөлігін белгілеу үшін кесіндіні тең 4 бөлікке бөліп, 1 бөлігін ал. Сызбада кесіндінің 8-ден 3, 4-тен 1 бөлігінен артық екені көрінеді. Жауабын жаз. Сабақтың тақырыбы үлес және бөлшек туралы түсінік. Сабағымыздың мақсаты үлесті құру жолын үйренесіңдер, үлесті оқи білесіңдер, жазасыңдар, салыстырасыңдар. Жай бөлшектерді оқисыңдар, жазасыңдар. Бірдей мәнділігі бар бөлшектерді салыстырасыңдар. Ал енді балалар, бірінші тапсырманы орындап көрейік.
Фигураның боялған бөліктерін бөлшек түрінде жазып, оларды салыстырыңдар. Төмендегі дескриптор арқылы орындауға болады. Фигуралардың боялған бөлшектерін табасыңдар. Фигуралардың боялған бөлшектерін бөлшек түрінде жазыңдар. Жазылған жай бөлшектерді салыстырасыңдар. Ал енді балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Яғни бірінші фигураның 8-ден 6 бөлігі боялған, екінші фигураның 4-ден 3 бөлігі боялған, үшінші фигураның 3-ден 1 бөлігі боялған, төртінші фигураның 6-дан 5 бөлігі боялған екен. Ал енді осы фигураларды салыстырып көрейік. 6-дан 8 бөлігі 4-ден 3 бөлігінен артық, 3-ден 1 бөлігі 6-дан 5 бөлігінен кем екен. Жарайсыңдар балалар. Енді тапсырмаларыңды түсті жапырақтар әдісі арқылы бағалап көрейік. Жарайсыңдар балалар. Енді екінші тапсырманы орындап көрейік. Бөлшектерді жазыңдар. Бірінші өсу ретімен жазасыңдар. Екінші бөлшектерді кему ретімен жазасыңдар. Төмендегі дескриптор арқылы орындауға болады. Бөлшектерді өсу ретімен жазасыңдар. Және бөлшектерді кему ретімен жазасыңдар. Жарайсыңдар балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Егер тапсырмаларың тура осындай дұрыс орындалған болса, түсті жапырақтар арқылы, әдіс арқылы бағалап көрейік. Балалар, егер бүгінгі сабақта үлес және бөлшек туралы түсінсеңдер, ақылды үкі арқылы кері байланыс керек. Егер тапсырманы түсінетін болсаң, бірінші үкіге белгі қоямыз. Егер тапсырмадан енді түсініп келетін болсаң, екінші үкіге белгі қоямыз. Егер тапсырманы түсінмесең, үшінші үкіге белгі қоямыз. Үйге тапсырма. Оқулықтың 8-ші бетіндегі 6-ші есеп. Қағаздан шаршы, дөңгелек, тік төртбұрыш дайындайсыңдар. Бүктеу арқылы тең бөліктерге бөлесіңдер. Бірнеше бірдей бөлікті бояйсыңдар. Және бөлшектерді жазасыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.